Сәлем балақай, қалың қалай? Бүгін мен саған ең қымбат қазына жайлы әңгіме айтамын. Тыңдауға дайынсың ғой? Онда мен бастаймын. Бір күні Әли есімді бала ауыл шетінде әкесімен бірге қыдырып жүреді. Күн шуағын төгіп, құстар әдемі сайрап жатыр. Ал әкесі болса Әлиге сан түрлі сұрақтар қойып, оны ойландырғысы келеді. Балам, сен үшін ең қымбат қазына не деп ойлайсың? Деп Әлиден әкесі сұрайды. Әли болса сәл ойланып, ең қымбат қазына ол ақша, байлық деп жауап беріпті. Әкесі болса жымиып, жақсы балам, бірақ одан да қымбат қазына бар. Ойлан, дейді екен. Әли болса таңданып, ол не әке? Деп сұрайды. Ал сен қалай ойлайсың? Ең қымбат қазына ол не? Жауабын білесің бе? Жақсы, әңгімені ары қарай жалғастырамын. Әкесі қолын Әлидің иығына қойып, былай дейді. Дүниедегі ең қымбат қазына ол сенің ата-анаң. Өйткені олар сенің өмірдегі ең алғашқы ұстазың, ең жақын досың және әрдайым сенің қорғаның болып табылады. Алтын мен байлық жоғалуы мүмкін, ал ата-ананың махаббаты үнемі жаныңда болады. Әли болса сәл ойланып қалады. Ол ата-анасының оны қалай жақсы көретінін, оған қалай қамқор болатынын есіне түсіреді. Кешке үйіне қайтқанда, үйіне жүгіріп кіріп, анасын құшақтай алады. Анашым, әке, сендер менің ең қымбат қазынамсыңдар, дейді. Ал ата-анасы қуанып, оны бауырына басады. Әли осы күннен бастап шын байлық ата-ананың махаббаты екенін түсінеді. Бұл әңгімеден қандай ой түйдің? Бұл әңгіме бізге ата-ананың бала өміріндегі ең қымбат қазына екенін көрсетеді. Алтын мен байлық уақытша, ал ата-ананың қамқорлығы мен мейірімі мәңгілік. Сондықтан да балақай, ата-анаңды құрметтеп, әрдайым көмектесіп, олардың жанында болып, мейірімін бағалау керек екен. Осыны мықтап есіңе сақтап ал. Жарай ма? Жақсы балақай, осымен менің әңгімем аяқталды. Ертеңге дейін кездескенше.